Достар, біздің каналға қош келдіңіздер. Қоңырауға қол қойып, өткізбеу үшін қоңырауды басыңыз. Жоғарыда кездескенше. Зиг Зиглар. Алғашқы сөз. Әдетте емес деген сөз топта кездескенше кез келген бетін ашқан сайын ойыңыздан өтетін шығар. Оның ерекше стилі бар. Кітапта ақырзаман деп аталатын тараудан бастауда әрине ерекше. Кітап тәсілі, тақырыбы және презентация әдістері жағынан ерекше. Мысалы, мен сізге жиі көрсеткілерді көрсетіп, мәтінге қандай да бір ұқсастық, мысал, әзіл немесе қысқа, бірақ күшті мәлімдеме енгіземін және сізді үзіліс жасауға мәжбүрлеймін және алдыңғы материалды қайта оқисыз деп үміттенемін. Бұл сіз ондағы негізгі идеяны үйренесіз дегенді білдіреді. Мен сондай-ақ бір түрлілік, өзіндік және рөлі қандай екеніне тоқталатын боламын өзгерту. Сондай-ақ келесі тармақты қайта-қайта атап өту. Сіз өмірде қалағанның бәрін ала аласыз, бірақ егер сіз басқа адамдарға қалаған нәрсесін алуға жеткілікті түрде көмектессеңіз ғана. Автор ретінде мен бұл кітаптың барлығы түпнұсқа және тиімді екеніне сенімдімін, бірақ менің мақсатым түпнұсқа болатын кітап жазу емес еді. Бұл түпнұсқалық өз бетімен болды, өйткені мен кітапты ауызша презентацияларым сияқты жаздым. Мен диск лақтырушыға ұқсаймын. Мен ешқандай рекорд орнатпаймын, бірақ мен аудиторияны аяғынан тік тұрғызамын. Соңғы 19 жыл ішінде мен Cookie, Boris және Handshakes баяндамасын жасадым. Бұл кітаптың бастапқы атауы 3000-нан астам рет. Алғашында 45 минутқа ғана жеткілікті материал болды. Осы жылдар ішінде 45 минуттық әңгіме осы толық метражды кітапқа, сондай-ақ мектептер мен шіркеулерде оқытылатын мен болады оқу курсына және байрақ өмір деп аталатын тағы бір оқу курсына айналды. Америкадағы әртүрлі компаниялар мен ұйымдарда оқытылады. Жоғарғы жағында көріскенше көптеген тақырыптарды қамтиды, бірақ менің басты мақсатым сенім, махаббат, оптимизм және ынта сезімдерімді жеткізу. Бұл өте маңызды, өйткені қазіргі әлемде көптеген адамдар өздерінің шынайы сезімдерін көрсету және кез келген нәрсеге шынайы құлшыныс таныту үшін тым ақылды болып, шынайы махаббат пен шынайы сенімнің не екенін түсінбей қалды. Махаббат туралы айтатын болсам, мен Құдайды, әйелімді, отбасымды, достарымды және өз елімді, Американы сүйгенім үшін кінәлімін. Сенім туралы айтсам, ертең не болатынын білмеймін, бірақ мен білемін. Оны кім әкеледі, сондықтан мен алдағы күнге сеніммен және ризашылықпен қараймын. Маған берілген киелі кітап өткен күндердің кешірілгеніне және ұмытылғанына сендіреді. Өткеніме алаңдау деген осы. Иса Мәсіх, мен олар өмірге ие болып, мол өмірге ие болу үшін келдім деді, бұл қазіргі уақытқа алаңдаушылық. Жохан 3:16 маған мәңгілік өмірді уәде етеді. Бұл да менің болашағыма алаңдаушылық. Өйткені өткенім кешіріліп, бүгінім қауіпсіз, болашағым мәңгілік сенімді болса, неге мен ынта-жігер мен оптимизмге толы болмасқа? Жоғарыда кездескенше, бұл философия, бұл дүниетаным, бірақ онда көп теория жоқ. Оған енгізілген идеялар, процедуралар мен әдістер менің бүкіл өмірім арқылы жасалған. Бұл сату және білім беру саласындағы 30 жылдық тәжірибені, сондай-ақ елестетуге болатын барлық саладағы әлемнің көптеген үздік мамандарымен жеке қатысуды қамтиды. Осы кітаптағы идеялар мен әдістерді пайдалану басқа адамдардың теорияларынан емес, басқа адамдардың тәжірибесінен үйренетіндігіңізді білдіреді. Бұл өсу мен дамудың бірден-бір практикалық жолы, өйткені жеке тәжірибеден барлығын үйрену тым ренжітеді, тым қымбат, сонымен қатар уақытты қажет етеді. Егер мен өмір деп аталатын байқауда осы кітап маған қол жетімді болса, мен тезірек алға жылжып, жақсы нәтижелерге қол жеткізер едім деп шын жүректен және үлкен сеніммен мәлімдеймін. Әрине, мен 2000 сағаттан астам түпкілікті жылтыратуға және дәл баптауға, сонымен қатар оны қағазға түсіруге жұмсаған осы философияны іс жүзінде қолдансаңыз, сіз әлдеқайда бай болатыныңызға сенімдімін. Жоғарыда кездескенше кітабының мәтінінде 800-ден астам ұқсастықтарды, мысалдарды, тапқыр сөздерді, қанатты сөздерді, әртүрлі адамдар туралы қызықты әңгімелер мен күлкілі оқиғаларды қолдандым. Мұның бәрі сізді қызықтыру және кітаптың негізгі идеясын түсінуге көмектесу. Сіз осы басылымның алғашқы 10 шақты басылымының көптеген оқырмандарына қосыласыз деп үміттенемін. Олар бұл сіз оқып бітірмейтін кітап екенін ынтамен атап өтеді.
Сізде санаңызды аздап тамақтандыру үшін оны кез келген беттен ашуды, немесе ойыңызды толық тамақтандыру үшін бүкіл тарауды оқуды, немесе сайып келгенде бүкіл кітапты тақтадан тақтаға қайта оқуды таңдау мүмкіндігіңіз бар. Оны өмір салты ретінде түсіндіреді. Сонымен бастаңыз. Жаратқан ие сізге батасын берсін. Егер сіз осы кітаптың идеяларын қолдансаңыз, сіз бен біз аты айтып тұрғандай жоғарыдағы кездесуді міндетті түрде өткіземіз. Көбек және режимде өмір етіңіз. Бостонға 2:23 Джон Джонс Нью-Йоркте болды. Ол Бостонға жетуі керек еді, сондықтан ол әуежайға барып, ұшақ билетін сатып алды. Бірнеше бос минут қалды, ол бірнеше таразыға жақындап, олардың үстіне тұрып, ұяға тиын салды, және оның тағдыры арнайы ұядан шығып кетті. Сіздің есіміңіз Джон Джонс, сіздің салмағыңыз 188 фунт, 85 к, және сондай-ақ, сіз Бостонға ұшатын ұшаққа отырасыз, сағат 2:20-да кетесіз. Ол таң қалды, өйткені бұл ақпараттың бәрі дұрыс болып шықты. Джон мұны ақылды трюк деп ойлады, сондықтан ол қайтадан таразыға басып, екінші тиын салып, тағдырының екінші нұсқасын алды. Сіздің атыңыз әлі Джон Джонс, сіз әлі де 188 фунтсыз, сонымен қатар әлі де Бостонға ұшаққа мініп, сағат 2:20-да кетеді. Енді ол бұрынғыдан да абдырап қалды. Ішіндегі алдауды сезінген Джон оған бұл еркелік жасаған адамды суықта қалдыруды шешті. Ол ерлер дәретханасына кіріп киімін ауыстырды. Содан кейін ол қайтадан таразыда тұрып, ұяға тағы бір монета салды, және бұл жолы сәл басқаша мәтіні бар қағаз парағын алды. Сіздің есіміңіз әлі де Джон Джонс, сіз әлі де 188 фунтсыз, бірақ сіз отырғызуға кешігіп қалдыңыз. 2:20-да ұшқан Бостондағы ұшақ. Бұл кітап Бостонға 2:20 рейсін өткізіп алған немесе қандайда бір себептермен ұшақ діттеген жеріне жеткенше ұшақтан түсуге шешім қабылдаған адамдарға арналған. Қысқасы, бұл кітап жақсы өмірдің көп бөлігін сағынғандарға арналған. Оның мақсаты өмірде сізге лайықты және алуға қабілетті бонустарды алуға көмектесу. Ондағы әрбір сөз мұқият таразыланып, әр ой еленіп, әр қыры мұқият қарастырылды. Мен өз ойымды кездейсоқ әңгімелесу арқылы жеткізуге бар күшімді салдым. Осылайша сіз оқыған кезде, сіз екеуміз жеке сөйлесіп, сізді және сіздің болашағыңызды талқылап жатқандай сезінесіз. Бұл жерде жазылған үміт пен оптимизмнің зарядын жеке өзіңізге арнағандай қабылдайсыз деп шын жүректен үміттенемін, өйткені бұл кітап осылай жазылған. Мен оның беттерінде ең басынан бастап үміттің, сәттіліктің, бақыттың, сенімнің және ынтаның дәндерін өсіремін. Мен бұл тұқымдарды суарып, ұрықтандырамын, тіпті оларға тағы бірнеше қосуды күтемін. Кітаптың соңына қарай егін жинауға дайын болады. Бұл кітаптың негізгі идеяларын түсіну мен пайдаланудың тереңдігіне байланысты. Мен бұл позитивті психикалық көзқарас кітабы екенін атап өткім келеді, бірақ іс жүзінде одан да көп нәрсе бар. Жоғарыда кездескенше бұл позитивті көзқарас. Бұл оң ойлауды оң әрекетке айналдыратын қажетті құрамдас болып табылатын позитивті сенімнің күші. Адам үш өлшемді болғандықтан физикалық, рухани және ақыл ой өлшемдері бар. Біз осы кітаптың барлық бөлігінде бір тұтас адаммен айналысамыз. Бұл бір тұтас, толық жетістікке жетудің бірден бір жолы. Мен оның мәнін осы кітаптың беттерін өткен сайын біртіндеп ашатын боламын. Бір сурет 10.000 сөзге тұрма. Бір сурет 10.000 сөзге тұрарлық деді. Мыңдаған адамдар оның сөздерін қайталады, миллиондаған адамдар оларға сенді. Дегенмен менің жеке пікірім бойынша бұл афористік мәлімдемеге сенетін адам ешқашан Линкольннің Геттисбург жолдауын немесе құқықтар туралы Биллді оқымаған. Менің ойымша, мұндай адамдар жаратқан иеге шын жүректен дұға етпегені сияқты 23-ші жырды оқымаған немесе түсінбеді. Жаңа ғана аталған мәтіндердің барлығында сөздер бар, тек сөздер, бірақ бұл халықтардың тағдырын, тарихтың ағымын және миллиондаған адамдардың өмірін өзгерткен сөздер. Міне, сіз үшін мүлдем басқа сөздердің өмірге әсер етуі туралы әңгіме. Осыдан көп жыл бұрын Питер дейтін адам фильмі түсіріліп жатқан болатын. Түсірілім кезінде болған бір көріністі ешқашан ұмытпаймын. Питер Маршалл 7 рөлін сомдаған актер сенім туралы уағыз айтты. Сахна аяқталған кезде камералар неге екені белгісіз ызылдап тұрды. Көптеген экипаж мүшелері орындарынан тұрып, төменгі қабатқа түсіп, актерді таңғажайып қойылыммен құттықтады. Олардың арасында қосалқы рөлдерді орындаушылардың бірі Марджори Рамбо есімді актриса болды.
Ол әріптесіне жылы сөздер айту үшін түскенде, бұл жағдайдың оған қаншалықты эмоционалды әсер еткені анық болды. Бұл жерде 1-2 минут бұрын Марджори Рамбо жүре алмайтындықтан камералардың жұмысын жалғастырғаны қандай бақыт екенін қосуға болмайды. Ол көлік апатынан зардап шегіп, 1 жылдан астам қозғала алмады. Бірақ сенім мен шабытқа толы уағыз сөздерін тыңдағаннан кейін, актриса олардағы күшті хабарға таң қалды. Сондықтан көптеген куәгерлер мен камера объективтерінің алдында ол бұл идеяға сенді. Уағыздан тұрып, ештеңе болмағандай кетті. Мен бұл кітаптағы сөздер әлем тарихын өзгертеді, немесе олардың әсері Марджори Рамбо әңгімесіндегідей әсерлі және графикалық болады дегенді білдірмеймін. Дегенмен мен бұл кітаптағы философия сізді және сіздің өміріңізді айтарлықтай өзгерте алатынына толық сенімдімін. Өмірдің барлық салаларындағы адамдардан алынған бірнеше мың еріктілердің куәліктері. Егер сіз олармен жұмыс жасасаңыз, Bachelor Living негізгі тұжырымдамалары сіз үшін жұмыс істейтінін растайды. Ал енді ойлау стимуляторы ретінде қызмет ететін бір басқатырғышты қарастырайық. Сонымен бұл сызбада неше шаршыны көріп тұрсыңдар? 16 десеңіз, пікірлестеріңіз көп екен. Егер сіз 17 десеңіз, сіз әлдеқайда тар топқа кірдіңіз, бірақ бәрібір қателесесіз. Парақшаны парақтап, біздің суретшінің осы шаршылармен не істегенін көрмес бұрын, алдыңғы сызбаға тағы бір рет көз жүгіртіп, тағы қанша шаршы табуға болатынын көрмеске. Енді бетті аударыңыз. Көріп отырғаныңыздай, мұнда 30 шаршы бар. Сіз кітапты үнемі қолыңызда ұстағандықтан және оны шығармағандықтан, мұнда ешкім қосымша квадрат қоса алмады. Мен жай ғана олардың қай жерде болғанын көрсеттім. Бұл қарапайым сурет екі маңызды ойды көрсетеді. Біріншіден, терең көзқарас үстірт және үстірт қарағанда әлдеқайда көп нәрсені көрсетеді, солай емес пе? Бұл біздің алаңдарға да, сізге де, сіздің әлеуетіңізге де, болашағыңызға да қатысты. Екіншіден, көпшілігімізге кейде айқынды, тіпті жиі анық емес нәрсені көрсететін кеңесші қажет. Оқыту айқын емес нәрсені шығару немесе шығару дегенді білдіретіндіктен, бұл кітаптың мақсаты сіздің ішіңіздегі әлдеқайда үлкен және қабілетті адамды өмір бетіне шығару болады. Мен бұл кітаптан көп нәрсе алатыныңызға сенімдімін, бірақ одан да маңыздысы, бұл кітап сізден одан да көп нәрсені алады. Идеяларға беріңіз. Оқығаныңыздай, біз бірге отырғандай сезімде болғаныңызды қалаймын. Мен сізбен жеке сөйлесіп, әртүрлі сұрақтар қойып жатырмын. Қажет болған жағдайда бұл сұрақтардың көпшілігі иә жоқ жауабын талап етеді. Мен сізден нақты жауапты қажет ететін нәрсе туралы сұраған жағдайда, сіз тоқтап, қалай жауап беру керектігін мұқият ойластырасыз деп үміттенемін. Сізді бұл кітапты қаншалықты тез оқып, одан қажеттінің барлығын алуға болатындығы емес, бұл кітаптың сізден қаншалықты алатыны туралы алаңдатады деп үміттенеміз. Бірінші оқу ең қысқа болуы мүмкін, бірақ кейінгі оқулар сізге көп қосымша шабыт пен қосымша ақпарат береді. Бұл сізге мүмкіндігінше тезірек бай және бай өмір салтына көшуге көмектеседі. Өздеріңіз білетіндей, сіз дарынды лекторды тыңдаған кезде, смарт кітапты оқығанда немесе мазмұнды аудио жазбаны тыңдасаңыз, қиялыңызға нақты серпін беретін кейбір фактілерді білуге үлкен мүмкіндіктер бар. Мұндай жағдайларда сіз, бұл мені еске түсіреді. Немесе бұл маған идея береді деп ойлауыңыз мүмкін. Осы сәтті жіберіп алмауға тырысыңыз, өйткені біраз уақыттан кейін сіз жақында ғана сіздің санаңызда соншалықты анық бейнеленген ойды немесе идеяны енді еске түсіре алмайсыз. Бұл құбылыстың көпшілікке тән екенін біле тұра, сізден осындай соққыларды жазу үшін шұғыл түрде арнайы блокнот алуыңызды сұраймын. Мен стандартты блокнот алуды ұсынамын, себебі оның өлшемі осы кітаппен бірдей және оны алып жүру оңай болады. Төмендегі үлгідегі идея бетінде орындалғандай көрсетілген дәптердің әрбір бетін екіге бөліңіз. Ондағы көрсеткілер пайдалы болар еді, бірақ қажет емес. Идея беттері жазылған дәптерді жоғарыда көреміз көшірмеңіздің қасына қойыңыз, өйткені сіз оны оқығанда кітап көптеген жеке ойларыңыз бен идеяларыңызды тудырады. Бұл орын алғанда мен сізді дәл осы жерде тоқтап, оқуды тоқтатып, келесі бос идея бетіне өтіп, ойыңызға келген әрбір ойды немесе идеяны мұқият жазуға шақырамын. Басқа нәрселермен қатар, бұл сізді белсенді оқу процесіне тартуға мүмкіндік береді. Сіздің сезімдеріңіз бен сезімдеріңізді кеңірек пайдалануға мүмкіндік береді. Сонымен қатар назардың толық шоғырлануына қол жеткізуге мүмкіндік береді. Мұны ақын жазғанда ықшамдап, нанымдырақ келтіреді. Естідім де ұмытамын. Көремін, естимін, есімде.
Дегенмен көргенде, естігенде, істегенде түсініп, алға қарай ұмтыламын. Бір қызығы, сіз бұл кітапты екінші рет оқығанда, сіз оны алғаш оқыған кездегіге қарағанда әлдеқайда көп ойлар мен идеялардың пайда болғанын көресіз. Бұл әсіресе күнделікті әрекеттерді бастамас бұрын, сондай-ақ ұйықтар алдында оны бірнеше минут оқып бастасаңыз айқын болады. Бұл шынында біздің кітабымыз. Мен өз ойларыңызды және идеяларыңызды қызыл және қара фломастермен жазуды ұсынамын. Бұл кітапты бірінші рет оқығанда шаблонда бір деп белгіленген идея бетінің төменгі жағындағы қызыл түсті пайдаланудан бастаңыз. Екінші және кейінгі оқуларыңызда қара қаламды пайдаланыңыз және идея бетінің жоғарғы жартысына жылжытыңыз. 2 деп белгіленген беттерді толтырған кезде сіз символдық түрде қызыл сиядан бухгалтерлер теріс сомаларды, шығындар мен қарыздарды жазады. Қара түске ауысасыз. Бұл рентабелділікті, яғни сіздің жұмысыңыздың оң сипатын білдіреді. Өмір. Сондай-ақ осы кітаптағы өзіңізге өте маңызды және маңызды деп тапқан үзінділердің астын сызып, басқаша белгілеуіңізді сұраймын. Бұл жазбалар дәптеріңізге түсіретін ойларыңыз бен идеяларыңызбен біріктіріліп, кітапты жекелендіреді және оны сіздің кітабыңыз етеді. Ол соншалықты жеке болады. Сіз оны өзіңізбен бірге сақтайсыз және оны кез келген уақытта жүгінуге болатын тұрақты сілтеме және дерек көзі ретінде пайдаланасыз. Бұл өте маңызды, өйткені ешкімнің білгенінің бәрін есте сақтау қабілеті жоқ. Бұл сіз бен біз осы кітаптың авторлары боламыз дегенді білдіреді. Осылайша ол біздің кітабымызға айналады. Ал мұндай бірлескен жұмыс сөзсіз бестселлер болуы керек, солай емес пе? Сіз армандаған негізге алу үшін осындай керек. Адалдық, күшті мінез, сенім, адалдық, сүйіспеншілік және адалдық денсаулықты, байлықты және бақытты қамтитын теңдестірілген жетістікке жету үшін қажетті іргетас болып табылады. Өмірде алға және жоғары көтеріле отырып, сіз осы принциптердің кез келгеніне ымыраға келсеңіз, осы іргелі мәселелерде ымыраға келсеңіз, мәре сызығына өмір ұсынатын нәрселердің тек бақытсыз, аянышты бөлігімен келетініңізді көресіз. Егер сіз өзіңізді арамдыққа, алдауға немесе алаяқтыққа жол берсеңіз, онда сіз ақша ала аласыз, бірақ сіз шынайы достардан және жан тыныштығынан айырыласыз. Оны жетістік деп атауға болмайды. Әрдайым өз деңгейінде жүрсең, бәрінен де биікке шығасың деген тапқырлыққа қосыламын. Миллионды тапқанымен денсаулығын сол жолда құртқан адам шын мәнінде табысқа жете алмады. Биікке жақындап, отбасын тастап кеткен корпорация басшысының жолы болмады. Алғанын ала алмай, бәрін кімге тастамақ? Мен неғұрлым ұзақ өмір сүріп, жол бойында гүлденген және табысты адамдарды кездестірсем, жоғарыда аталған іргетастардың біздің арсеналымызда бар табыстың ең маңызды қаруы екеніне соғұрлым сенімді боламын. Кез келген дағдарыста, кез келген төтенше жағдайда біздің денсаулығымыз, байлығымыз және бақытымыз тәуелді болатын адамдар, егер біздің адалдығымыз күмән тудырмаса, бізбен тезірек әрекет етеді және жақынырақ ынтымақтастықта болады. Адамның қабілеті маңызды, бірақ шешуші фактор оның сенімділігі. Кешіріңіз, мен сізді өмір бойы саяхаттауымда кездестірген, әдетте, қандай да бір себептермен әлеуметтік баспалдақпен аяқтайтын көптеген көрнекі, тартымды, талантты, тіпті тамаша адамдармен жеке таныстыра алмаймын. Көлікте билеттерді тексеретін бақылаушыдан бір саты жоғары, бірақ көбінесе олар заңды бұзуға 2 қадам ғана қалды. Олар үнемі жақсы мәміле немесе жылдам ақша іздейді. Олар ешқашан шын мәнінде үлкен немесе биік нәрсені тұрғыза алмайды, өйткені оларда лайықты нәрсені салуға негіз жоқ. Олардың кейбіреулері тіпті дұрыс іргетасы бар сияқты, жертөледе аяқталады немесе осы іргетасқа тауық үйінің бір түрін салады. Көбінесе бұл адамдар бай және қанағаттанарлық өмірге қол жеткізу үшін, бар талантты пайдалану үшін барлық қажетті қадамдарды жасамайды. Олардың көпшілігі табысқа жетудің нағыз мүмкіндігі адамның өз қалпында емес, өзінде екенін түсінбейді. Ал шыңға шығудың ең жақсы жолы бір нәрсені түбінен бастап, содан кейін баспалдақпен көтерілу, ақырын, оларды бір-бірден жеңу, бірден және ештеңе секірмей. Оның табыс пен бақыт сәттілікпен емес, кездейсоқтықпен емес, саналы таңдаумен анықталатынын түсінбейді. Тікелей мағынада адам өмірде не қалайтынын және қол жеткізетін нәрсені өзі таңдайды дегенмен, сіз мұны кейінірек көресіз. Енді болашақта не болғың келетінін, немен айналысқың келетінін, немесе нені қалайтыныңды тізімдейміз. Бұл тізімге кейінірек қосымша элементтерді қосатын шығарсыз.
Бастапқыда сіз мүмкіндігінше көп және жақсы достар тапқыңыз келсе, жеке өсуге қол жеткізгіңіз келеді. Денсаулығыңыз жақсы, ақшаңыз көп, бақытыңыз, қауіпсіздік сезімі, бос уақытыңыз үшін көбірек бос уақытыңыз, ілгерілеу үшін көбірек мүмкіндіктер болғыңыз келеді. Көбірек руханилық, бейбітшілік, шынайы сүйіспеншілік және достарыңыз бен әріптестеріңіздің өміріне неғұрлым сауатты болу және көбірек үлес қосу мүмкіндігі. Келесі бетте сіздің жеке баспалдағыңыз жоғарыға көтеріледі. Ол сіз не алғыңыз келетінін, немесе нені көбірек алғыңыз келетінін көрсетеді. Бұл сіздің болашақ бастық кеңсеңіздің есігінде белгісі бар тізім түрінде жасалған. Ертең. Біз бұл баспалдақты сізге жолда жүруге көмектесетін құрал ретінде жиі қолданамыз. Сіз өзіңіз қалаған нәрсеге қол жеткізгіңіз келсе, қандай қасиеттер мен қасиеттерге ие болуыңыз керек екенін айтудың қажеті жоқ деген пікірде болуыңыз мүмкін. Бірақ мен сіздің адам нәсіліне бәс тігуге дайынмын. Еске салғыштар. Мүмкін сізде басқа да нәрселер бар шығар, бірақ егер сіз осы тізімге енгізгеннің бәрін есікке алсаңыз, сіздің өміріңіз бай және құнды болатынына сенімдімін. Қазіргі уақытта өмірде сіз қалаған және болашақта күткен барлық нәрсеге ие болмау мүмкіндігі жақсы. Бақытымызға орай, мұның бәрі қолжетімді және сіз армандаған немесе мүмкін деп ойлағаннан әлдеқайда көп пайда ала аласыз. Мен олардың қолжетімділігін атап өтемін, бірақ төмендегілерді ұмытпаңыз. Егер сіз ауыр атлет болғыңыз келсе, сізде күшті бұлшықеттер болуы керек немесе оларды сорғыту керек. Және сол сияқты, өмірлік құндылықтар қоймасын ашып, одан өзіңіз қалаған және ие болуға лайық нәрселерді алу үшін сізде белгілі бір қасиеттер болуы немесе оларды өзіңізде дамыту керек. 6 қадам, және сіз орындасыз. Мен сипаттаған барлық жақсы нәрселер сізге қолжетімді екеніне сенімдімін, бірақ мен бұған одан да сенімдімін. Егер сіз жоғарыда айтылғандардың барлығын шынымен қаласаңыз, оны алу үшін 6 нақты қадам жасау керек. Мұны түсіну маңызды, өйткені рецептте тіпті бір ингредиентті өткізіп жіберсеңіз, жақсы торт жасай алмайтыныңыз сияқты, төмендегі қадамдардың кез келгенін өткізіп жіберсеңіз, өмірде сәттілікке жете алмайсыз. Менің жақсы досым және сауда мотивациясының көрнекті сарапшысы Дик Гарднер бұл қадамдарды басқыштар деп атайды және өзінің негізгі ойын көрсету үшін келесі мысалдарды пайдаланады. Сіз әлемді ұсына аласыз. Мен сенің талантыңа күмәнім жоқ, оны сенен күрекпен алып тастауға болады. Енді сіз оны талантты және тиімсіз адам болуды доғаратындай етіп қолдана бастағыңыз келеді. Егер сіз шынымен тиімсіз болсаңыз, және талантты боласыз. Және табысты. Сіздің уақытыңыз қазір мүмкіндігі күшті доторлы болуға болады және сүйрету керек. Көп жылдар бұрын Оклахома штатындағы жер учаскесінің аумағында кейбір қарт үнділер кенеттен мұнай кен орнын тапты. Бұл қарт бүкіл өмірін осында өткізді, өте кедейлік, бірақ мұнай ұңғымалары оны кенеттен өте бай адамға айналдырды. Алғашқылардың бірі өзі сатып алған заттар үлкен Cadillac туристік көлігіне айналды. Сол кездерде осы кластағы автомобильдердің артқы жүксалғышына 2 қосалқы дөңгелек бекітілген. Дегенмен, ескі үнді бүкіл аудандағы ең ұзын көлікке ие болғысы келді, сондықтан ол сол жерде бұрылуға бұйрық берді. 4 қосалқы бөлшектер. Ол Авраам Линкольн стиліндегі лакпен қапталған қалпақ алды, оған фрак қосты және бантик, ал суретті аяқтау үшін соңғы жанасу үлкен қара сигара болды. Әр күні ол жақын жердегі шаңды және шаңды шағын Оклахома қаласына келді. Онда жергілікті тұрғын бар, мал шаруашылығы орталығы. Ол барлығын көргісі келді және бәрі оны көргісі келді. Қарт бауырмал еді және менің досым, сондықтан қала арқылы өтіп бара жатып, ол басын солға бұрды. Содан кейін оңға қарай, оның көзқарасына келген әрбір адаммен бірнеше сөз алмасуды қалайды. Шын мәнінде ол тынымсыз жан-жаққа айналып кезігіп, өткеннің бәрімен сөйлесті. Және бұл қызық, ол ешқашан еш нәрсеге соқтығысып, ешкімді басып өтпеді. Ешқашан себеп болған емес физикалық зақым келтірген және ешкімнің мүлкіне азғантай зиян келтірмеген. Себебі қарапайым болды. Оның үлкен, әдемі көлігінің дәл алдында 2 ат тұрды. Олар ақырын сүйреп келді, ауыр көлік. Қоқыс төгіннен ой. Көп жылдар бұрын мен бір данышпанның, нағыз натурфилософтың, сен қайда болсаң, сол жерде болғың келеді дегенін естідім. Мен бұл ойды терең сіңірдім, тіпті оны басқаларға бірнеше рет қайталадым. Бір күні кешке мен Бирмингемде, Алабама штаты, болдым. Миссисипи штатының Мериден қаласына бағыт алып бара жаттым. Мен үшін келесі күні таңертең Мериденге жету маңызды болды.
Ол жақта жолдар жөнделіп жатқандықтан техникалық қызмет көрсету станциясына тоқтап көмек сұрадым. Жолсерік маған ең жақсы жолды көрсетті, тіпті картаны да сызды. Ол мені оның картасымен жүрсем, Мериденге уақытында ғана емес, әділ маржамен жететінімді сендірді. Мен оның кеңесін дәл орындадым, бірақ соған қарамастан, бір сағаттан кейін мен Мериденнен ол маған құнды нұсқаулар берген сәттен гөрі 70 шақырым, 45 миль алыс болдым. Бір нәрсе анық, мен ол жерде болғым келгендіктен болған жоқпын. Мен мұнда біреу маған дұрыс емес нұсқау бергендіктен келдім. Мен сен туралы дәл осылай айта алар едім. Егер сіз күйзеліске ұшырасаңыз, және сіздің отбасыңызда, немесе мансабыңызда бәрі жақсы болмаса, бұл сіз шынымен қалайтын жағдайлар екеніне сене алмаймын. Сізге теріс әсер еткен және қоқыс төгетін ойдан зардап шегуіңізге себеп болған қате нұсқаулар берілген болуы мүмкін. Енді сіз өзіңіздің барлық проблемаларыңыз үшін кінәні басқа біреудің иығына жүктей аласыз деген оймен өзіңізді тым көп ренжітпеңіз, өйткені кейінірек көретініңіздей, егер сіз бұрынғы жағдайыңызда басқаларды кінәлай алсаңыз, онда сіздің болашақ өсуіңіз бен ілгерілеуіңіз толығымен сізге байланысты. Мұны мысалмен түсіндірейін. Олай болса, оңтүстіктегі үлкен шаһарда бұрынғы қалалық қоқыс үйіндісінің орнына бой көтерген тамаша жаңа сауда орталығы бар. 100 жылдан астам уақыт бойы бұл аумақты ешкім қоқыс үйіндісі деп атамаған. Десек те, осыдан 25 жылдай бұрын бұл жерді болашақ жаңа әрі әдемі сауда орталығы ретінде қарай бастаған озық ойлы азаматтар да болды. Олар сол жерден қалдықтарды шығаруды бірден тоқтатып, жақсы, таза қиыршық тасты басқа толтырғыштармен бірге ескі үйіндіге апарып, оларды ғасырлар бойы қалыптасқан қоқыс шөгінділерінің үстіне төге бастады. Қала үкіметі мұны берік іргетас дайын болғанға дейін жасады. Дәл осы жерде өте жаңа, зәулім сауда орталығы салынды. Бірақ шын мәнінде бұл алып құрылыс қоқыс үстіне салынған емес пе? Мен бұл оқиғаны өткен өмірде әртүрлі адамдар сіздің басыңызға түрлі қоқыстарды лақтыруы әбден мүмкін болғандықтан айттым. Дегенмен осы уақытқа дейін сіздің миыңызға қанша және қандай қоқыс итерілгені маңызды емес екенін түсінуіңіз керек. Шындығында айналаңыздағылар арам ниеттен бе, білместіктен бе сізді осындай аласа төбесі бар бөлмеде тұруға мәжбүр еткен болса да, бұл маңызды емес. Сіз беліңізді түзете алмайсыз және толықтай түзете алмайсыз. Биіктігі. Бірақ сізде осы қоқыстарды тастауға күшіңіз бар, сондықтан мен сізге айтамын, туған күніңмен. Өйткені бүгін сіздің болашақ өміріңіздің бірінші күні. Өткен жақсылық үшін жасалды және сіз осы уақытқа дейін оқығандықтан сіз үлкен болашақтың іргетасын қалау үстіндесіз. Ескерту. Бәлкім қоқыс көптен бері миыңызға итеріп кеткен шығар. Шынымен айтқанда, ұзақ уақыт бойы дұрыс тамақтанбаудан зардап шегетін адамды қаншалықты көп немесе сапалы болса да, бір күндік теңгерімді тамақтандырса, қалыпты жағдайға келтіру және физикалық денсаулығын толық қалпына келтіру мүмкін емес екенін түсінуіміз керек. Сондықтан қазіргі уақытта біздің қолымыздан келетіні көп жылдар бойы жинақталған қоқыстарды позитивті ойлаудың жұқа қорғаныс қабатымен және дұрыс психологиялық көзқараспен жабу екенін түсініңіз. Бұл қоқыстардың бір бөлігі қорғаныс жабынына мезгіл еніп кетуі өте ықтимал және сіз қайтадан ми шіркінен зардап шегесіз. Дегенмен бұл кітапты оқуды жалғастырыңыз, өйткені сіз үйренген әрбір тарау осы зиянды қоқысқа тереңірек еніп, ақыр соңында барлық ескі қоқысты толығымен жауып тастаңыз. Дегенмен біз теріс қоғамда өмір сүріп жатқандықтан, күн өткен сайын санамызға тасталған жаңа қоқыс мәселесі әрқашан болады. Досыңызбен, күтпеген танысыңызбен немесе естіген әңгімеңіз біздің басымызға жақсы қоқыстың бірнеше қатты бөлігін тез лақтыруы мүмкін. Біз радионы немесе теледидарды қостық, артқа қарауға уақыт болмады, ал сізге, бам! Басқа біреу біздің миымызға жаңа піскен қоқыс арбасын лақтырды. Енді алдымызда тағы да мидың шірігені мәселесі туындап отыр. Міне, осындай жағдайда не істеуіміз керек, ұстаз мырза? Менің жауабым, оқуды жалғастырыңыз, және осы кітаптың басқа бөлімдеріндегі келесі түсініктемелер сізге бұл қиындықты да жеңуге мүмкіндік береді. Мен сізге осыған кепілдік беремін. Болашақ қазір. Жақында психологияда өткеннің барлық ескі қоқыстарын қазбайтын жаңа қызықты сала пайда болды және дамыды. Ол үгінділерді көрмей, қиын өткеннің проблемалары туралы толастамайды. Керісінше, болашаққа деген үміт басым. Мұнда проблемаларды білуге емес, шешу жолдарын білуге баса назар аударылады
және осы жолда алынған нәтижелер таң қалдырды. Дәл осы негізгі философия негізінде Уильям Глассердің «Қателіксіз оқу» атты тамаша кітабы салынған. Доктор Глассер өз кітабында ешқашан көңілсіздік, жеңіліс, көңілсіздік және сәтсіздіктерден басқа ештеңе білмейтін жастармен жұмыс істеуде сәттілік әкелетін бағдарламалар мен әдістемелерді сипаттайды. Бұл педагог пен психолог өткеннің проблемалары мен тұлғаларын емес, болашаққа деген үмітті бірінші орынға қояды. Позитивті көзқараспен және студенттерге кез келген ынталандырумен қолдау көрсету арқылы ол керемет нәтижелерге қол жеткізді. Шындығында мұның бәрі 2000 жыл бұрынғы адамның қайтып оралуынан басқа ештеңе емес, елші Паулдың киелі кітапта бізге берген кеңесіне сәйкес. Тек артта қалғанды ұмытып, алға ұмтылу мақсатқа ұмтыламын. Бір қызығы, Паул бұл сөздерді Рим түрмесінде өлім жазасына кесілгенде жазған. Қасиетті елшіде жеңіске жету үшін өмірлік шайқасқа түскенін ерекше атап өтті. Менде де осындай көзқарас бар. Жеңістің өзі бәрінен алыс екеніне сенемін, маңыздысы соған жетуге күш салу. Жогыштың ақсасы. Қоқыс ойынның құрбаны болған адамда жеңілген ақсақтықтың әртүрлі түрлерінің тұтас жиынтығы дамиды. Сіз футбол матчына қатысқан болсаңыз немесе теледидардан футбол көрген болсаңыз, жеңілген адамның ақсақтығы не екенін жақсы білесіз. Айтпақшы, соңғы рет біздің жергілікті команданың ойынын көргенде, 3-ші минутта бүйірлік төрешінің орнына стопырымыз қалай әрекет еткенін байқап, олардың қиналғанын бірден түсіндім. Тоқтатудың орнына қарсыластардың ортаңғы шабуылы. Ендеше мына көріністі елестетіңіз. Шабуылшы допты дәл орталық сызықтың артында қабылдады. Қорғаушының артына сырғып, допты алға лақтырып, қақпаға қарай ұмтылады. Қорғаушы тез бұрылады және шарасыз қуып жібереді. Қорғаушы допқа иелік еткен қарсыласын қуып жете алмайтынын түсінеді. Мұны трибунадағы әрбір көрермен де біледі. Ал дәл осы сәтте қорғаушы кенеттен ақсап қалатын жағдайлар жиі кездеседі. Жанкүйерлер түсіністікпен айтады: «Иә, байғұс әлгі жігітті қуып жете алмағаны ғажап емес. Қараңызшы, ол жарақаттанып қалыпты». Бұл футболшының жеңілген ақсақтығы. Бұл сізде қалай көрінеді? Табиғи ерекшелік. Сізде бар қабілеттерді пайдалану үшін сізде болуы мүмкін кез келген ақсақтықтан арылуға кірісу керек. Әдеттегі жеңілген ақсап келесідей көрінуі мүмкін. Мен туғаннан сатушы, немесе дәрігер, заңгер, суретші, сәулетші, инженер емеспін және мен келесі аспектіге ерекше тоқталғым келеді. Көптеген саяхаттарымның барысында мен әртүрлі жерлерде, Австралияның ауылдық жерлерінен Солтүстік Америка мен Еуропаның шексіз кеңейген мегаполистеріне дейін жарияланған газеттерді парақтадым. Әйелдердің ұлдар мен қыздарды қалай дүниеге әкелгенін бірнеше рет оқыдым, бірақ әлі күнге дейін жас ананың дүниеге сатушы, немесе дәрігер, заңгер, суретші, инженер, әкелгенін оқымадым. Дегенмен мен сәулетшілердің, заңгерлердің, сатушылардың және қайтыс болғаны туралы бірнеше рет оқыдым. Олар дүниеге келмей, белгілі бір дәрежеде қайтыс болғандықтан. Туу мен өлімнің арасында әдейі таңдау және оқыту арқылы екені анық. Олар болғысы келген нәрсеге айналды. Шынымды айтыңызшы, сіз табиғи, бірақ оқытылмаған хирургке асқазаныңызды таңдауға рұқсат бересіз бе? Әлде тумысынан туған адвокаттың сізді сотта қорғауына рұқсат етер ме едіңіз? Шынымды айтсам, мен әйелдің сәтті немесе сәтсіздікке ұшырағанын ешқашан көрген емеспін. Бұл әрқашан ұл немесе қыз. Кейде бір мәртебелі адамның тұрып, мен тек өзіне ғана міндеттелген табысты адаммын деп айтатынын көрдім. Бірақ осы уақытқа дейін мен өзіме ғана қарыздармын деп тұрып алатын жігітті де, қызды да кездестірген емеспін. Олардың мұны қалай істейтінін білесіз бе? Олар сұқ саусағын әлдеқайда алға қағып, ата-анамның арқасында жетістікке де, бақытқа да қол жеткізген жоқпын дейді. Кейбіреулер, барлық жамандық әйелім, немесе күйеуім, мені түсінбегендіктен болды деп дауласады. Басқалары мұғалімдерді, діни қызметкерлерді немесе бастықты кінәлайды. Дүниедегі барлық нәрсені кінәлайтындар да бар, терісінің түсімен діни сенімінен бастап нашар білім мен физикалық кемістікке дейін. Көбісі өздерінің тым кәрі немесе тым жас, тым семіз немесе тым арық немесе тым қысқа, немесе кездейсоқ жерде тұрғанын айтады. Сену мүмкін емес, аузынан көбік ағып, жаман айда немесе дұрыс емес жұлдыздың астында туғанын дәлелдейтіндер де бар. Жеке мен жұлдыздарға мүлде сенбеймін, бірақ жұлдыздарды жаратқанға сенемін. Жеңілген адамның ақсақтығы қоқыс екеніне дәл солай сенімдімін.
Сіз өмірде қандай көп алғаныңызға қарамастан, сіз тіпті қоқыс үстіне қатты және берік нәрсе жасай аласыз. Дегенмен мен өз қиыншылықтарының дәл қарама-қарсы себебін іздейтін және азшылықтардың ешқайсысына жатпайтын немесе әйел болмағандықтан кемсітушілікке ұшырайтынын айтатын адамдарды білемін. Басқалары саусақтарын бүкіл қоғамға нұсқап, өз проблемаларын немесе сәттіліктің болмауын барлығына және әрқайсысына жеке-жеке кінәлайды. Енді тағы бір нәрсеге назар аударғаныңызды қалаймын. Сұқ саусағыңызды басқа біреуге бағыттасаңыз, сізге кері қарай бағытталған саусақтардың кем дегенде 3 есе көп екенін көресіз. Сіздің табысыңыз бен бақытыңыз өзіңізден басталады. Сіз осы кітаптың хабарына қаншалықты көбірек сенсеңіз, болашағыңыздың толық бақылауында екеніңізді білу соншалықты бақытты болады. Мүмкін сіз өзіңіздің үлкен әлеуетіңізді өміріңізде бірінші рет танитын шығарсыз. Үміт тұтқындары. Әрине, өмірде біреуден, енді мен де ол сияқты сөйлей алсам, жүгіре алсам, секірсем, ән айта алсам, билей алсам, ойласам, зейін қоя алсам дегенді естігеннен гөрі қайғылы сәттер аз. Бұл оның дауысы үнсіздікке айналады. Мұндай сөздердің астарында енді менде біреудің қабілеті болса, онда мен қандай кереметтер жасар едім деген қарапайым ой жатыр. Бірақ жауап, досым, мынау, сізде бар қабілеттерді қалай дұрыс пайдалану керектігін білмесеңіз, сізде басқа адамдардың қабілеті қай жерде бар екенін біле тұра, аспаннан жұлдыздарды ұстай алмайсыз. Сіз жай ғана өзіңізді алдаумен айналысасыз. Бұл тіпті өзіңізге де, басқаларға да әділ емес. Сақтық пен ұқыптылық танытпасаңыз, сіз барлық жерде мол және біз кез келген ендікте әр қалада кездесетін үміт тұтқындарының біріне айналасыз. Бұл үміт тұтқындары бір күні көшеде келе жатып, жеке алтындары бар қорапты немесе сөмкені басып кетем деп үміттенетіндер. Олар әп-сәтте атақ пен байлық сыйлайтын үлкен серпілістен үміттенеді. Оларды теңіз жағасынан да көруге болады. Олардың кемелері жолда келе жатыр деп үміттенеді. Бірақ олар бұл кеменің тіпті үй портынан шықпағанын жақсы біледі. Иә, олар қашанда арманға толы, біреудің қабілетіне, талантына ие болғысы келетіндер сияқты нағыз үміт тұтқындары. Шындығында, сізде табысқа жету үшін қажетті барлық қабілеттер бар. Адамзат тарихы бірнеше рет келесіге кепілдік береді. Егер сізде бар нәрсені пайдалана бастасаңыз, сізге қолдануға болатын нәрселер көбірек беріледі. Бойыңыздағы байлықты пайдаланбасаңыз, оны жоғалтатыныңызды өмір тәжірибесі де айтады. Шынында жақсы адамдар бар. Реактивті қоғам деп аталатын тар шеңбер, күмәнді моральдық принциптерді ұстанатын және бүкіл әлемді реактивті лайнерлерде сәнді халықаралық курорттарға ұшатын, ойланбаған қызықтарға толы әдемі өмірдің үлгісін көрсететін барлық түрдегі байлар, ойындар мен ойын-сауық, әрине, ең жақсы адамдардың қатарына кірмейді. Менің көзқарасым бойынша, нағыз ең жақсы адамдар өмірдің барлық топтарынан шыққан және көбінесе полиомиелиттен толық соқырлыққа дейін әлемдегі барлық аурудан зардап шегеді. Оларда бір ғана дерт жоқ, жеңілгеннің ақсақтығы. Олар бұған келіспеді және нәтижесінде айтарлықтай гүлденген, бақытты және тәртіпті адамдар болды. Олардың арасында кез келген нәсілдің, діннің және терісінің өкілдері бар. Олардың білім деңгейі әртүрлі, бастауыш мектептің 3 сыныбынан қорғалған докторлық диссертацияға дейін. Мен кейде адамдардың өз кемшіліктерін немесе кемістіктерін керемет түрде пайдаланып табысқа жеткенін көрдім, және мұндай кемшіліктерге қарамастан үлкен жетістіктерге жеткен адамдарды талай рет кездестірдім. Олардың әңгімелері өмірде кездесетін ең әдемі оқиғалар. Бұл адамдардың барлығы ерекшеліксіз, адамды орындау үшін жаралған, табысқа жету үшін жаратылған және ұлылықтың дәнімен берілген деп санайды. Сіз бұл сенімді өзіңіз қабылдаған кезде, өз проблемаларыңыз үшін басқа біреуді кінәлаудың қажеті жоқ екенін түсінесіз. Бір сөзбен айтқанда, сіз дұрыс жолда боласыз, өйткені сіз әрқашан сізге көмектесетін қолды таба алатыныңызды таба аласыз, атап айтқанда, оның жеңіңіздің манжетінен шығып тұрғанын біліңіз. Жұмысымда жетістікке жете алмаған адамдарды жиі кездестіремін, бірақ жете алмай жүргендерді сирек көремін. Шындығында мен сізді қазірден бастап сіздің жағдайыңыз және болашағыңыз толығымен күшті және қабілетті қолдарыңызда өз қолыңызда екенін келісуге шақырамын. Бұл сіздің қолыңызда, балам. Мүмкін бір астарлы әңгіме менің көзқарасымды түсінуге көмектеседі. Италияда ғажайып әсем қала Венецияның әсем көрінісі ашылған биік төбенің басында нағыз кемеңгер қария өмір сүрді. Аңыз бойынша ол кез келген сұраққа жауап бере алатын.
Жергілікті екі бала бәрін білетін қартты алдауға болады деп шешті. Бұл үшін олар кішкентай құсты ұстап алып, данышпан тұратын жерге барды. Жігіттердің бірі олжасын қолына ұстап, қариядан құс өлді ме, тірі ме деп сұрайды. Ақсақал бір сәт ойланбастан, балам, мен саған пичуганың тірі екенін айтсам, жұдырығыңды түйіп, тұншықтырып өлтіресің. Құс өлді десем, қолыңды ашып, ұшып кетеді. Көрдің бе, балам, сенің қолың өмір мен өлімге билік етеді. Менің сізге айтып отырғаным осы, және мен мұны ешқандай айла шарғысыз, ешқандай ескертусіз, және ешқандай философиясыз айтып отырмын. Өмірдің барлық салаларында табысқа жету, бұл өзіңізге және айналаңыздағы барлық адамдарға толығымен адал болу. Сондай-ақ мен келесіде көрсеткім келетін нәрсе, егер сіз басқа адамдарға қалаған нәрсені алуға жеткілікті түрде көмектессеңіз, сіз өмірде қалаған нәрсеңізге қол жеткізе аласыз. Бұл мәлімдеме сіз сатушы, дәрігер, әке, ана, кәсіпкер, студент, министр, автослесар немесе тіпті сайланған мемлекеттік қызметкер болсаңыз да дұрыс. Келесі оқиға сіздің басыңыздағы факторлардың ғана емес, әртүрлі факторлардың қаншалықты маңызды екенін түсінуге көмектеседі. Енді мені қалыппаңыз. Бұл кітаптың беттерінде мен көптеген оқиғаларды айтып беремін, өйткені мен біздің өміріміздің өзі екеніне сенімдімін. Мәңгілік әңгіме. Сонымен қатар, мен барлық нәрсені қолданатын боламын, сізді үнемі зейінді және шексіз қызығушылық танытудың әдістері. Қысқасы, олай етпеу үшін бұл кітапты еденге тастап, креслода ұйықтап қалды және оны тастамады, оянып кетті. Себебі қарапайым. Сіз минутына 200-ден 400 сөзге дейінгі жылдамдықпен оқисыз, бірақ сіздің ойыңыз жұмыс істейді. Минутына 800-ден 1800 сөзге дейінгі жылдамдықпен. Мұндай жағдайда сіздің ақыл ойыңыздың болуы өте қалыпты жағдай. Бұл бос уақытты немесе кеңістікті мыңдаған түрлі ойлармен толтыру үрдісі емес, оқылатын мәтіннің тақырыбына байланысты. Енді назар аударатын фактіні ескеріңіз, оқу үйрену бүгінгі күні қандай болса, сонша өзгереді. Және сонда сіз ойларыңыздың дұрыс емес жерде қалай және неліктен адасып кеткенін оңай түсіне аласыз. Шын мәнінде нәтиже мынада: сіз өте көп беттерді оқи аласыз, және олардан мүлдем ештеңе үйрене алмайсыз. Мысалы, осы кітапты оқу барысында сіз мені бірнеше рет тастап кеттіңіз. Қысқаша, жанама сапарлар. Сіз әр түрлі жерлерді аралап, әр түрлі нәрселерді жасадыңыз, өз бетінше оқуға дейін бала күту, дүкен аралау, футбол матчына бару немесе бару, дәретхана. Және олар сөзсіз алаңдады. Менің сөздеріме сенбесеңіз, кез келгеніне оралыңыз, өтіп кеткен бетті мұқият оқып шығыңыз. Көретініңізге сенімдімін, бірінші оқылымда түсірілген бірнеше сөздер, ойлар немесе идеялар. Айтпақшы, бұл мен сіздің ақыл ойыңызды ұсыныс арқылы қорлап отырғаным жоқ. Шындығында керісінше, көп жағдайда бұл сіз неғұрлым жалынды болсаңыз, оқиғалардың мұндай бұрылу ықтималдығы соғұрлым жоғары болады. Мүмкін сондай-ақ, сізде талант пен амбиция неғұрлым көп болса, соғұрлым сіз соғұрлым қиын жұмыс жасайсыз. Болашақта мұндай оқиғалардың жиілігін азайту. Бұл кітаптың авторы ретінде мен ғана аламын, сіз осы абзацты оқып отырып, сол саяхаттардың бірін жасамадыңыз деп үміттенемін. Сонымен қатар, соңғы 1-2 бетті қайта оқуыңызды өтінетін менде батылдық бар. Мен бұрын берген кеңес сол нүктелердің астын сызу және бөліктеу үшін фломастерлерді пайдалану болды. Бұл сіздің ерекше назарыңызды аударды. Айтпақшы, егер сіз, сонымен қатар, сіз де жолда боласыз, осы ойлар мен идеяларды, сондай-ақ өзіңізді арнайы дәптерге енгізіңіз, сонда сіз мәтіннің бетінде пассивті сырғып кетуді тоқтататын нағыз белсенді оқырман боласыз. Ол да болады, үйренген материалды кейінірек қайталау мақсатында пайдалы. Бұл кітаппен жұмыс істегенде, бұл өте керемет. Сізге қатысты барлық ақпаратты қайта оқып шығу және қайта қарау маңызды. Жетекшілердің бірі, Америка университеттері бір реттік жаңа материалмен танысқаннан кейін білді, адамдар 2 аптадан кейін алынған ақпараттың шамамен 2 ғана есте сақтайды. Егер олар қаласа, сол материалды 6 күн қатарынан игеріңіз, содан кейін 2 аптадан кейін олар есте сақтайды 62. Бірақ есте сақтау қабілетінен әлдеқайда маңызды нәрсе бар. Сіз қанша рет бірдей ақпаратқа ұшырау ықтималдығы соғұрлым жоғары болады. Оның негізінде тиісті шараларды қабылдаңыз, және менің мақсатым сіз болу әрекет. Шын мәнінде, іс-әрекет оқытудың тиімділігінің көрнекі көрінісі болып табылады. Сияқты іс-әрекетсіз иман өлі, ізін суытпай оқу үйрену емес. Қараңызшы, сіз пісірілмегенсіз.
Әңгімелесу барысында мен мәселені айта бастағанда, тыңдаушыларым жиі кездеседі басын изеп, олар мен туралы ақпаратты бұрыннан білетінін немесе кем дегенде естігенін көрсету сөйлей бастады. Бұл жерде мен жиі тоқтап, олар не істеді деп сұраймын, осы білімге негізделген. Егер сіз үйренгеніңізбен ештеңе жасамасаңыз, сіз жасай аласыз, сондай-ақ оны мүлдем зерттемей. Қолына кітап алуға ниеті жоқ адам сайып келгенде, мүлдем оқи алмайтын адамнан артық емес. Принциптерді білетін адам табыспен сәйкес ақпарат, бірақ оларды пайдалануға ниеті жоқ, жақсырақ емес оларды мүлде білмейтін адам. Бірақ сіз нақты бірдеңе жасауды жоспарлап отырсыз, солай емес пе? Иә деп жауап беріңіз. Сіз иә деп жауап бергендіктен мен мынаны айтайын, құттықтаймын, енді сіз табысты адам. Мен мұны айтып отырған себебім, сәттілік баратын жер емес, сапар бұл сіз қозғалатын бағыт. Сіз жолды бастап қана қоймай, таңдадыңыз дұрыс бағыт. Сондықтан мен сізді бар ынтамен құттықтаймын, өйткені сіз енді ұқсамайсыз көптеген адамдар. Өйткені адамдардың көпшілігі бірдеңе жасамас бұрын, бәрі тамаша тәртіпте болғанша күтеді, соңғы түймемен бекітіле. Олар кез келген қауіпті тәуекелге барудан бас тартады позициясы. Өйткені олар нағыз балықты бірінші жұмыс істегенде ғана аулауға болатынын түсінбейді және қандай да бір қауіпті жағдайға тап болды. Олар өздеріне бәс тігуден бас тартады. Олар үшін өмір деп аталатын кездейсоқ ойын аяқталды. Олар одан жеңілді. Олардың эпитафиясы өте жақсы. 1942 жылы туған, 1974 жылы қайтыс болған, 1997 жылы жерленген, немесе басқа олардың жүрегінің соғуын тоқтатқан сәт. Бұл адамдар өздерін айыптайды, ол ауыртпалықсыз аспаз пісірген нан печеньесіне ұқсайды. Мұны толығырақ түсіндіруге рұқсат етіңіз. Мен Миссисипи штатының Язу Морос-Сити қаласында тұратын кішкентай бала кезімде біз бай адамдармен бірге тұрдық. Мен олардың бай екенін білемін, олардың өз аспаздары ғана емес, сонымен қатар бұл аспаздың әлі де көп пісіретін заттары болды. 1930 жылдары бұл Америка байлықтың сенімді белгісі болды. Мен оларға түскі асқа бір рет жете алдым, кейін мен мұны бірнеше күн қатарынан жасауға тырыстым. Мені қате түсінбеңіз, біздің үйде бір топ тамақ болды. Мен үйінде екенін жақсы білемін, өйткені егер мен табақшамды шөміштің жанында ұстасам қосымша секунд, олар маған әрқашан жеткілікті, сенде де бар деді. Шамасы, менің жағдайым бойынша приходтың аспазшысы үстелге қысқа печенье науасын қойды. Оның өнімдері қалың емес болғандықтан күміс $. Мен, мод, бұл печеньелермен не болды? Ол басын артқа еңкейтті, күліп, түсінесіз бе, бұл печенье кейінірек өсу үшін еңкейіп кетті, бірақ ол осылай жабысып қалды. Жартылай дайын және дайын. Сіз сондай-ақ пісірілгендерді білесіз бе? Немесе мәңгілікке бірден бірдеңе жасамақшы, адам балалар мектепке барғанда немесе балалар мектептен қайтып келгенде. Мүмкін олар жоспарлап отырған шығар, суық түскен бойда немесе керісінше, аяз басылған кезде әрекетке кірісіңіз. Сізге, әрине, Рождество келгенде немесе ол өткенде Джон көлікті жөндейді, үйді бояйды, шөп шабады және т.б. сияқты басқа сылтаулар да таныс. Қандай да бір ішкі шарттар қабылданғанға дейін орындалуы керек. Сыртқы шарттар әрекет, әрқашан өмір, оларды пісірумен аяқталады. Сіз аздап салмақ тастауға, оқуды қайта бастауға, оқу курсынан өтуге, жартылай дайын адамды білесіз, көпшілік алдында сөйлеу, үйдің алдындағы көгалдарды ретке келтіру, белсенді қатысу шіркеу істерінде немесе жергілікті қоғамдастықтың қызметінде және т.б. Өкінішке орай және жартысы дайын және жасағалы жатыр. Бәрі толық болғанша күтетін адамдар, олар ештеңе жасамас бұрын, нәтижесінде ешқашан ештеңе істей алмайды, ақылға қонымды. Орнынан қозғалмас бұрын, олардың бағыты бойынша барлық бағдаршамдар жанғанша күтеді, жасыл жарық ешқашан межелі жерге жетпейді. Олар жартылай дайын санатына жатады және жасағалы жатыр, яғни олар ешқашан және ештеңе жасамайды. Бірақ мен сияқты мен өмір оларды толығымен пісіреді деп айтамын. Мүмкін сіз кейде біреуге қандай да бір нәрсені орындайтыныңызды айтасыз, алға жылжу және даму жолына түсу, немесе бірден көбірек және жақсырақ әрекет етуді бастау міндеті, бұл үшін піскеннен кейін. Мен көптеген адамдармен кездесетіндіктен мұндай ұстаным, және менің кітабымның оқырманы пісірілгенін қаламайтындықтан мен оны қолданамын. Бір тиімді әдіс. Менің визит картам дөңгелек. Оның бір жағында басылған менің атым, тегім, мекен жайым және телефон нөмірім. Артқы жағында үлкен әріптермен өте жақсы деп жазылған.
Сонымен карточка дөңгелек болғандықтан өте жақсы деген сөз бар. Содан кейін ол керемет шеңбер болып шығады. Кейінірек бұл кітапта мен сізге мектепте емес, өмірде қалай дөңгелек үздік студент болу керектігін айтамын. Бұл ретте мен бір рет болатыныма кепілдік беремін, бірден сізге дөңгелек үздік студентке қалай айналу керектігін үйрету үшін қайта оралыңыз өмірде, сондықтан оқуды жалғастырыңыз. Дөңгелек бестікті тапқаннан кейін, оларды әрқашан өзіңізбен бірге ұстаңыз, және біреу сізден сұрағанда сіз бұған дейін пісіп жетілгеннен кейін әдетте уәде еткен нәрсе. Мен мұнда кеңес беремін, енді сіз дөңгелек үздік студент екеніңізді есте сақтаңыз, сондықтан сіз оны қабылдап, жасай аласыз, алдын ала піспей талап етіледі. Бұл мүлдем олай емес. Осы кітаптың барлығында мен табысқа жету үшін деген идеяны жан-жақты жоққа шығарамын. Сіз басқа адамдарды пайдалануыңыз керек, олардың сенімін асыра пайдалануыңыз керек және адал болмауыңыз керек. Шындығында мен сізге шынымен мүмкіндік беретін, жалғыз және сөзсіз жол екенін барлық жерде дәлелдеймін. Өмірдің барлық саласында жетістікке жету, өзіңізге және айналаңыздағы барлық адамдарға адал болу. Сонымен қатар мен басқа адамдарға қалағанын алуға жеткілікті түрде көмектессеңіз, өмірде тек қалағаныңызды ала алатыныңызды көрсетуді мақсат етемін. Бұл тұжырым шындық болып қала береді. Сіз сауда агенті, дәрігер, әке, ана, кәсіпкер, студент болсаңыз да, діни қызметкер, автомеханик немесе тіпті сайланған мемлекеттік қызметкер лауазымы. Кейінгі оқиға әртүрлі факторлардың қаншалықты маңызды рөл атқаратынын түсінуге көмектеседі, және бұл сіздің басыңызда жататындар ғана емес. Шарт сатушы. Бірнеше жыл бұрын бір адам Нью-Йорк көшелерінде әуе шарларын сатып жүрген. Оның саудасы аздап бәсеңдей бастағанда ол бір допты жабайы табиғатқа жіберді. Ол баяу ауада қалқып бара жатқанда, біздің кейіпкеріміздің айналасына жаңа сатып алушылар жиналды, және оның бизнесі бірнеше минутқа өрлей түсті. Ақылды сатушы түстерді ауыстырып, алдымен ақ түсті, содан кейін қызыл түсті, содан кейін айталық сары шарды шығарды. Біраз уақыттан кейін кішкентай негр шар сатушының жеңінен сүйреп, оның көзіне тік қарап, өткір, терең сұрақ қойды. Мырза, егер сіз қара шарды ұшырсаңыз, ол ұшып кетер ме еді? Шар сатушы кішкентай балаға қарады да, жанашырлықпен, даналықпен және мәселені терең түсініп, балам, бұл шарлардың жоғары және жоғары көтерілуіне мүмкіндік беретін нәрсе олардың ішінде деп жауап берді. Бала шынымен бақытты болды, ол тек көзмен ғана емес, көретін адамға тап болды. Жақсы көздер жүгіруді немесе жүруді басқаруға, жұмысты немесе ойынды бақылауға мүмкіндік береді. Әйтсе де көзмен ғана емес, жүрегімен де көре білген адам тереңірек нәрселерді көріп, басқа адамның рухына әсер етіп, бойындағы жасырын жақсылықты аша алады. Иә, шар сатушы дұрыс айтты. Оқырмандарыма мынаны жариялағанда мен де дұрыс айтамын. Сенің биікке көтерілуге мүмкіндік беретін нәрсе сенің ішіңде. Ал енді, достарым, сіз шешім алқабында немесе екіталай төбеде болсаңыз да, тіпті сіздің мансабыңыз немесе жеке өміріңіз сізді жоғары деңгейде жарысып жатқан болса да, қауіпсіздік белдіктеріңізді тез байлауыңызды өтінемін, өйткені сіз жақындап қалдыңыз. Шыңға саяхатқа аттаныңыз. Бұл Альфред Хичкоктың кез келген триллерінен көбірек шиеленіспен күдікке, Джон Уэйн вестернге қарағанда көбірек экшнге, Шекспир пьесасына қарағанда драмаға және үш ареналық циркке қарағанда көбірек ойын-сауыққа толы қызықты сапар болады. Бұл саяхат махаббатқа толы, ол күлкіге толы және Сүлеймен патшаның шахталарынан да шынайы марапат береді. Қысқасы, бұл кітап шын мәнінде жақсы болашаққа қол жеткізуге арналған пайдаланушы нұсқаулығы. Бір нәрсеге сенгеннен кейін жетістікке жету оңай, бірақ алдымен сену керек. Сондықтан менімен бірге бол және оқуды жалғастыр. Сіз сенімге жету жолындасыз, және бұл сіздің тек дұрыс жолда екеніңізді білдіреді. Сонымен қатар өз жолыңызда өзіңіз көз көрінісі. Өзіңіз туралы жаман ойдың себептерін ашып, тізіп алыңыз. Өзіңіздің жаман идеясының сыртқы көріністерін көрсетіңіз. Өзіңізді жақсарту үшін 15 әдіс беру үшін. Өзіңіз салауатты көзқару жолын таңдауға көмек беру үшін, сосын сол жолда қалуға. Ұрылар. Түпнұсқа немесе фейк. Бұл маңайда тұратындарға қызмет көрсететін шағын азық-түлік дүкені. Уақыты 1887 жыл. Жасы 60-тан асқан ақ сүйектік, тіпті ақ сүйектерге ұқсайтын джентльмен жасыл репа сатып алады. Шағын жаңа Англия қаласы және онда үлгілі өмір сүрді. Жергілікті тұрғындар оны құрметтеп, жергілікті соғыс ардагерлері ұйымының жетекшісі деген құрметті лауазымды тағайындады.
Ақырында бір кездері әйгілі зергерлік ұры Артур Берри осында қоғамның тіректерінің бірі болған деген қауесет тарады. Бұл шағын қалаға елдің түкпір-түкпірінен тілшілер келіп, одан сұхбат алуға ынталы. Олар оған көптеген сұрақтар қойды. Ақырында бір жас журналист сіз бен біз үшін ең маңызды сәтке келді. Ол кезде оның аузынан ең өткір және қиын сұрақ шықты. Мистер Барри деген жаңғырған дауыс естілді. Ұрлықпен айналысқан жылдарыңызда сіз көптеген байларды тонап кеттіңіз. Бірақ мен ең көп тоналған адам есіңізде ме? Барри бір сәт ойланбастан жауап берді. Бұл өте оңай. Мен ең көп тонаған адам Артур Барри, мен табысты бизнесмен. Уолл-стриттің ірі тұлғаларының бірі және қоғамның беделді мүшесі бола алар едім. Бірақ оның орнына ұры өмірін таңдадым және ересек өмірімнің 3/2-сін түрме темір торының ар жағында өткіздім. Иә, Артур Барри шынымен де өзін тонаған ұры болған. Сіз осы ұрыны білесіз. Мен айтқым келетін үшінші ұры, әрине, өзіңіз. Мен сізді ұры деп атауға рұқсат етемін, өйткені өзіне сенбейтін және өз қабілетін соңына дейін пайдаланбаған әрбір адам тура мағынада өнімділіктің төмендеуіне байланысты өзін, жақындарын және жолда тонайды. Және қайтарады. Ол басқа нәрселермен қатар, ол да қоғамды тонайды. Өзін-өзі әдейі ұрлайтындар жоқ болғандықтан, өзінен ұрлық жасайтындар оны абайсызда жасайтыны анық. Дегенмен, олардың қылмысы кез келген жағдайда ауыр болып қала береді. Өйткені олар қасақана және қасақана ниетпен ұрлық жасайтын жағдайдағы шығын сияқты үлкен. Менің келесі сұрағым анық, сонымен сіз өзіңізден ұрлауды тоқтатуға дайынсыз ба? Мен өте оптимистпін, сондықтан сіз шыңға көтерілуді қайтымсыз бастадыңыз деп шын жүректен сенемін. Сіз және басқалар үшін бұл кітап сізге осы ұзақ сапарды жасау үшін қажетті мотивация, шабыт және білім береді. Дегенмен, бұл саладағы білім бұл кітаптың соңғы бетін ашқан сәтте аяқталмайтынын ескертемін. Сіздің денеңіз күн сайын қоректік және пайдалы тағамды қажет етеді. Сіздің ақыл ойыңыз жүйелі түрде сергітуді қажет ететіні сияқты. Оқуды жалғастырыңыз және сіз көп ұзамай айнаға қараған кезде бұрынғы ұрының көзіне қарайтын боласыз. Телефон сырлайды. Мен өз басым, салауатты өзін-өзі имидж, жоғарыда аталған ұзақ жолдың бастапқы нүктесі. Бұл біздің мақсаттарымызға жету жолындағы алғашқы және маңызды қадам деп санаймын. Ақырында, егер сіз сапарыңызды бастамасаңыз, онда сіз ешқайда жете алмайсыз. Бәлкім, бұл ой түпкі ойымның дұрыстығына сізді сендіретін шығар. Ал енді бір сәт шегініп, келесі жағдайды жеңейік. Телефоның шырылдап, арғы жақтағы дауыс, уайымдама, досым, мен сенен қарыз алғым келмейді және мен мүлде ештеңе сұрамаймын. Мен жай ғана сіздің нөміріңізді теріп, сіз аспанды түтіндеген ең жақсы адамдардың бірі деп ойлаймын деп айту керек деп ойладым. Сіз өз мамандығыңызда таптырмассыз және біздің шіркеу қауымдастығына құрмет көрсетесіз. Сіз менің қасымда болғанды ұнататын адамдардың бірісіз, өйткені мен сіздің қасыңызда болған сайын мен шабыттанамын және мен жақсырақ жұмыс істеп, көбірек істегім келеді. Мен сені күнде көре алмайтыным өкінішті, өйткені сен менің бойымдағы жақсы қасиеттерді көрсетесің. Негізі, менің саған айтқым келгені осы ғана еді, қымбатты досым. Мен сенімен кездесуді асыға күтемін. Енді мойындаңыз, егер 1-2 минут немесе сағаттан кейін жақын адамыңыз қоңырау шалып, сізге ұқсас нәрсені айтса, сіздің күніңіз қандай болар еді? Есіңізде болсын, сіз бұл сөздердің шынайы және жүректен шыққанын білесіз, өйткені олар жақын досыңыздан шыққан. Егер сіз медицинада болсаңыз, осындай сөздерден кейін жақсы дәрігер болар ма едіңіз? Егер сіз мұғалім болсаңыз, жақсырақ сабақ берер ме едіңіз? Ал егер сіз саудамен айналыссаңыз, жақсы сатушы болар ма едіңіз? Болсаңыз, осындай сөздерден кейін ана ретінде одан да жақсырақ болар ма едіңіз? Ал егер сіз әке болсаңыз, жақсы әке болар ма едіңіз? Егер сіз жаттықтырушы болсаңыз, ойыншыларыңызды жақсы жаттықтырар ма едіңіз? Ал егер сіз спортшы болсаңыз, жақсы нәтиже көрсетер ме едіңіз? Немесе студент болсаңыз, жақсы оқитын ба едіңіз? Бір сөзбен айтқанда, сіз осындай сөздердің нәтижесінде жақсы бола аласыз ба? Сіз кім болсаңыз да, не істесеңіз де, сіз өз жұмысыңызда жақсырақ болып қана қоймай, өзіңізді әлдеқайда бақытты сезінетініңізді жақсы білесіз, солай емес пе? Иә деп жауап беріңіз. Осы кезде тағы бір сұрақ туындайды. Алдыңғы телефон арқылы досыңызбен сөйлескеннен кейін дәрігер болу туралы қаншалықты көбірек білетін болар едіңіз? Әлде сату агенті ме? Ал заңгер ше? Бапкер.
Студент пе? Спортшы? Телефон алдында осындай сөздерді естісеңіз, қанша жаңа нәрсені үйренер едіңіз? Жауап анық, сіз бұрын білгеніңізден басқа ештеңе үйрене алмайсыз. Дегенмен сіз өз жұмысыңызда жақсырақ және бақытты болатыныңызды түсінуіңіз мүмкін. Себебі қарапайым. Сіз өзіңіздің бейнеңізді, өзіңіз туралы идеяңызды өзгертетін едіңіз. Сіз өз кәсібіңізде өзіңізді таптырмас адам, сондай-ақ шіркеу қауымдастығына құрмет көрсететін адам деп санайсыз. Өйткені мұндай күшті сөздерді біреу ғана емес, сіздің ескі досыңыз, ол ақылды және шыңдалған шаруа. Ал сен онымен 1 минутта таласпадың. Сіз өзіңізді басқа, жаңа жарықта көрдіңіз. Сіздің өзіндік бейнеңіз өзгерді және сол сәтте қызықты метаморфоз орын алды. Өзіңізге деген сенімділігіңіз өсті, сіз сенімді болған сайын сіздің құзыреттілігіңіз де өсті. Қарапайым тілмен айтқанда, бұл сіздің жеке имиджіңіз жақсарған сайын барлық саладағы өнімділігіңіз де жоғарылайтынын білдіреді. Егер сіз осындай телефон қоңырауының сізге қаншалықты жақсы әсер ететінін білсеңіз, неге басқа біреуге солай істемеске? Неліктен бұл кітапты 1 минутқа қойып, телефонды алмасқа, егер түнгі сағат 2-де немесе басқа да күлкілі уақыттар болмаса? Сіз шынымен жақсы көретін және құрметтейтін адамға қоңырау шалыңыз және оны адам ретінде қаншалықты бағалайтыныңызды және оның не істейтінін және сіз үшін қаншалықты маңызды екенін және маңыздылығын айтыңыз. Сіз қоңырау шалған адам шынымен риза болады және сіз осыған байланысты Серебряков 15 жаста болғанда мұғалім жасөспірімге мектепті ешқашан бітіре алмайтынын, сондықтан бұл жеміссіз кәсіпті тастап, саудада бағын сынау керектігін айтты. Виктор кеңеске құлақ асып, келесі 17 жыл бойы әлемді кезіп, әртүрлі, бірақ бірдей нашар жұмыс жасады. Бірде мектепте оны мылқау деп айтып, 17 жыл бойы соған сай әрекет етті. Алайда ол 32 жаста болғанда оған таңғажайып өзгеріс болды. Толығымен кездейсоқ тестілеу оның IQ деңгейі 161 болатын данышпан екенін көрсетті. Нәтиже қандай болды? Дұрыс, ол данышпанға лайық әрекет жасай бастады. Сол уақыттан бері ол бірнеше кітап жазып, бірнеше патент алып, табысты бизнесмен болды. Мектепті тастап кетуге мәжбүр болған бұрынғы мылқау үшін ең маңызды оқиға оның халықаралық мәнсі қоғамының басқарма төрағасы лауазымына сайлануы болса керек. Бұл қоғамның мүшесі болу үшін тек бір ғана критерийге сай болу керек. IQ деңгейі 140-тан кем емес. Виктор Серебряковтың әңгімесі жан-жағымызда қаншама данышпандардың кезбелеп жүргеніне таң қалдыратыны сөзсіз. Олар өте дарынды емес. Виктор кенеттен үлкен көлемде қосымша білім алмағаны анық. Оның кенеттен алғаны мүлдем басқаша аталды. Бұл үлкен қосымша өзіне деген сенімділік болды. Нәтижесінде ол бірден әлдеқайда тиімді және өнімді болды. Ол өзіне басқаша қарай бастағанда ол басқаша әрекет ете бастады. Ол күте бастады және қабылдай бастады. Мүлдем басқа нәтижелер. Иә, нәтиже парасатты адамға тән. Және өзіңізге көзқарасыңыз қандай маңызды. Милдред Ньюман мен доктор Бернард Берковиц өздерінің қалай ең жақсы дос болу керек атты кітабында өте терең және терең сұрақ қояды. Егер біз өзімізді жақсы көре алмасақ, басқа біреуді қалай сүйе аламыз? Сізде жоқ нәрсені басқаларға бере алмайсыз. Киелі кітапта жақыныңды өзіңді сүйгендей сүй делінген. Өзіңіз туралы идея, адамның ішкі бейнесі шынымен маңызды ма? Дороти Джонгвард пен Мюриел Джеймс жеңіс үшін туылған деп аталатын таңғажайып кітап жазды. Олар адамның жеңіске жету үшін туылғанын, бірақ өмір бойы біздің негативисті қоғамымыз оған осылай әсер етеді. Нәтижесінде ол жеңіліске ұшырайды. Екі жазушы сонымен қатар салауатты өзін-өзі имидж өмірдегі табысқа жету үшін маңызды екенін атап өтеді. Сіз өзіңіздің көзқарасыңызға қайшы келетін жүйелі түрде әрекет ете алмайсыз. Сіздің жеке бейнеңіз сізді баспалдақтың жоғарғы жағына апарады немесе жертөлеге түсетін эскалаторға апарады. Өзіңізді көп нәрсе алуға лайық деп санауды бастаңыз, сонда сіз оны аласыз және көп нәрсеге ие боласыз. Екінші жағынан, егер сіз өз көзіңізде алуға лайықсыз болсаңыз, онда сізге ештеңе алуға берілмейді. Бақытымызға орай, бұрын өзіңізді қалай көрсеңіз де, сізде өзгеруге және жақсы жаққа өзгертуге мотивация, әдіс және қабілет бар. Жаратушы бізге берген барлық нәрселердің ішінде ең үлкен сыйы, әрине, кім болғымыз келетінін және оған қалай қол жеткізгіміз келетінін өз бетінше таңдау мүмкіндігі.
Біз өз бейнемізге терең бойлауды шешкендіктен, біздің санамыз оған салған кез келген суретті аяқтауға қабілетті екенін ұмытпайық. Мысалы, ені 12 дюйм, 30 см, тақтада бөлмеңіздің еденімен жүру өте оңай. Енді бір тақтайшаны 2-10 қабатты үйдің арасына қойып, ондай тақтаймен жүру мүлде басқа мәселеге айналады. Сіз өзіңізді едендегі тақтаймен оңай және қауіпсіз жүріп жатқаныңызды көресіз. Бірақ биік ғимараттардың арасына лақтырылған тақтай жағдайда, сіз оның тұңғиыққа қалай құлағаныңызды көресіз. Сіздің ойыңыз сіз салған суретті аяқтаған кезде, сіздің қорқыныштарыңыз өте шынайы. Бұл гольф ойыншысы допты көлге соққаннан кейін немесе дәліздің шекарасынан алысырақ соғылғаннан кейін сойылын жүрегіне лақтырып, оны келесі түсініктемемен сүйемелдейтін кезде жиі кездеседі. Мен бұл соққымен сәттілікке жетпейтінімді білдім. Оның санасы суретті салды, ал денесі оны нақты әрекетке айналдырды. Керісінше, білікті гольф ойыншысы допқа соқпас бұрын доптың тесікке қалай түсетінін көруі керек екенін біледі. Жақсы футбол шабуылшысы доптың қабырғадан өтіп бара жатқанын және айып добын орындамас бұрын тоғызға тигенін көреді. Ал табысты сауда өкілі коммерциялық ұсыныс жасамас бұрын тұтынушының өнімді сатып алғанын көреді. Микеланджело Буонаротти балғамен бірінші соққы жасамас бұрын, үлкен мәрмәр блоктағы құдіретті библиялық Мұсаның мүсінін анық көрді. Күтіп емес. Спорт әлеміндегі ең жұмбақ және көңілсіз жағдайлардың бірі футболда болатын шығар. Шабуылшы тереңнен өткір пас алған және қақпаға барар жолда алдында жалғыз қорғаушы болған кезде жан жағына қарай бастайды. Қарсыласты жеңіп, қақпашымен жеке-жеке шығудың орнына көмек күтіңіз. Допты алға лақтыруға және ең болмағанда қарсыласты ережені бұзуға мәжбүрлеуге және сол арқылы өз командасына қауіпті айып соққысын алуға, ал егер сәттілік болса, тіпті айып алаңына кіріп, қақпаға соғуға тамаша мүмкіндікке ие болу, ол тіпті ауырлатуға тырыспайды. Себебі қарапайым. Шабуылшы қарсыласымен жекпе-жекте жеңіліп жатқанын көрді, немесе сүрінді, немесе қақпадан алыстап кетті, тәуекелден бас тартты, допты кері лақтырып, міндетті түрде ойнауды ұйғарды және өзіне емес, қарсыласына сенді. Шетелдік қақпаларда жүйелі позициялық қоршауды бастау үшін серіктестердің көмегі. Өмір деп аталатын ойындағы адамның алға жылжудан қорқатынын және ешқашан жауапкершілікті өз мойнына алмайтынын көргенде, одан да көңілсіз болады. Доктор Ларри Кинсидің айтуынша, бұл мүмкін болатын ең үлкен қателік, өйткені мұндай адам табысқа жетуге тырыспайды да. Егер сіз тырысып, сәтсіздікке ұшырасаңыз, сіз кем дегенде одан сабақ алып, бірдеңе үйрене аласыз, және осылайша келтірілген залалды айтарлықтай азайта аласыз. Ештеңе жасамасаң, ештеңе үйренбейтінің анық. Мұндай шешілмейтін адамдар орта таптың түрмесінде өмір бойы бас бостандығынан айырылған кезде судьяда, қазылар алқасының рөлінде атқарады. Олар ешқашан өмір деп аталатын ойынға кірмейді және ойынды өз қолына алуға тырыспайды. Олар өздерінің ең қас жауы және ең соқыр төреші ретінде әрекет етеді. Олар өздерін сүрініп құлап жатқанын немесе өтіп бара жатқанын көреді. Өкінішке орай, осыдан кейін олардың санасы суретті аяқтайды. Енді болуы мүмкін адамдардың қоқыс үйіндісіне тағы бір саналы және қабілетті адам қосылады. Дүние жүзіне әйгілі пластикалық хирург және ағылшын және басқа тілдерде 10 миллионнан астам данамен сатылған көптеген өзіне өзі көмектесу кітаптарының авторы, марқұм профессор Максвелл Мальц психотерапияның кез келген түрі осыған байланысты екенін айтады. Науқастың өзіне деген көзқарасын өзгерту. Өзіңізге сену керек. Табыстың да, бақыттың да бастау нүктесі салауатты өзін-өзі бейнелеу. Атақты жазушы, журналист және психолог доктор Джойс Братерс былай дейді: тұлғаның өзі туралы пікірі оның жеке басының өзегі болып табылады. Ол адам мінез құлқының барлық аспектілеріне әсер етеді. Оқу қабілеті, өсу және өзгеру әлеуеті, достарды, өмірлік серіктестерді және мансапты таңдау. Өзіне деген сенімді позитивті имидж болашақ өмірдегі табысқа ең жақсы дайындық деп айтсақ артық айтқандық емес. Сіз басқа бір бұрын, сондай-ақ табыс пен бақытқа лайық екеніңізді мойындамас бұрын өзіңізді кім екеніңізбен қабылдауыңыз керек. Күшті мотивация, жоғары мақсат қою, позитивті ойлау және т.б. Сіз өзіңізді қабылдап, сүймейінше сіз үшін шынымен жұмыс істемейді. Сіз мұның кез келгеніне қол жеткізе алмас бұрын, сәттілікке, бақытқа және басқаларға лайықты екеніңізді сезінуіңіз керек. Өзін-өзі имиджі нашар адам позитивті ойлаудың, мақсаттылықтың және басқаның бәрі басқалар үшін жақсы болатынын жақсы көреді, бірақ ол үшін емес.
Мен ұлылардың ең ұлысымын деген өрескел эго емес, салауатты өзін-өзі имидж туралы айтып отырғанымды атап өтейін. Адамға белгілі барлық аурулардың ішінде ешбірі бекершіліктен ғажап және таңқаларлық емес. Барлығы және бәрі ауырады, тек өзінен зардап шегетіндерден басқа. Шын мәнінде жеке басының бұзылуының ауыр жағдайы бар адам, шын мәнінде өзін-өзі нашар бейнелеуден зардап шегеді. Жол бер. Көптеген адамдар тіпті жарықтанбаған ақыл ойдың орасан зор әлеуетін білмейтіндіктен, осы ойды түсіндіру үшін жеке тәжірибемнен бір анекдотпен бөліскім келеді. Бірнеше жыл бұрын мен көлікке тегін автостоппен келе жатқан жолаушыны отырғыздым. Ол орындыққа жығылған бойда мен қателескенімді түсіндім, себебі жігіт аздап мас болып, тоқтаусыз сөйлесті. Ол үлес қосса, соғұрлым көп табыс табады. Алдыда адамдарға қызмет көрсіз, сонда ақша табыңыз. Ал енді секіре алмас бұрын мен неге дерлік дегенімді қосуға асығамын. Мен өте қарапайым ақша табатын кейбір мұғалімдерді және үлкен соманы алатын кейбір мұғалімдерді білемін. Дәрігерлерге, заңгерлерге, сатушыларға, дін қызметкерлеріне, жүк көлігінің жүргізушілеріне, хатшыларға және т.б. үшін де солай, әрбір жеке тұлғаға жеке-жеке қарап, ең көп ақша табатындар көбірек үлес қосатынын байқайсыз, бірақ өте айқын ерекшеліктер бар. Мысал ретінде алыс таулы немесе ауылдық жерде қалуды таңдаған немесе қиын жасөспірімдер мектебінде әдейі жұмыс істейтін өз ісіне берілген мұғалімді келтіруге болады. Мұндай адам көптеген балалар үшін отбасылары олардың алдына қойған тосқауылдарды еңсерудің жалғыз үміті болуы мүмкін. Өзінің миссиясымен әуестенген діни қызметкер кішігірім провинциялық приходта қызмет ете алады. Өйткені ол Құдай оны өз сөзін осы нақты адамдарға жеткізу үшін таңдады деп қатты сенеді. Дегенмен жалпы алғанда жалақысы жақсы дін қызметкері көбірек адамдарға қызмет етеді және жақсырақ қызмет етеді. Мұғалімге, дәрігерге, жүк көлігінің жүргізушісіне, сатушыға және т.б. үшін де солай. Бұл кітапта жиі қайталанатын философия. Егер сіз басқа адамдарға қалағанын алуға көмектессеңіз, өмірде қалағанның бәрін ала аласыз. Бұл сіз көбірек қызмет етсеңіз, көбірек табасыз деген идеяны білдірудің тағы бір тәсілі. Кейде менің кейбір христиан достарым менің ақшаға деген қазіргі көзқарасыммен христиандық нанымдарымды қалай үйлестіреді? Немді сұрайды. Бұған жауап ретінде мен әрқашан күлімсіреп, оларға жаратқан ие гауһар тастарды шайтанның ізбасарлары үшін емес, өз халқы үшін жаратқанына сенімдімін. Бұл идеяны тексеру үшін сізге тек жазбаларға жүгіну керек. Сүлеймен патша бұрын соңды өмір сүрген ең бай адам болған, Ыбырайым мың төбеде отарын баққан, ал әйіпкедейлерге азық-түлік талондарын беруге мүлдем лайық емес еді. Жаратқан иенің бізге ескертетін жалғыз ескертуі, біз оны жасамауымыз керек. Ақшадан немесе кез келген басқа пұттан, өйткені әйтпесе біз қанша байлыққа ие болсақ та, ешқашан бақытты бола алмаймыз. Біз мұның рас екенін білеміз, өйткені осы кітапқа дейін 2 жыл ішінде 5 миллиардер қайтыс болды. Олардың 5-еуі де соңына дейін көбірек ақша табуды жалғастырды. Далластағы біреу Ховард Хьюзден қанша ақша қалды деп сұрады, 16 және оған, ол оның әрбір тиынын қалдырды деп жауап берді. Бірақ бұл әрқайсымыз артта қалдыратын сома, солай емес пе? Ақшаға ие болу көп ақша жақсы, бірақ сіз оны адал алсаңыз, және ақшаның сізге ие болуына жол бермесеңіз. Адамдардың көпшілігінде ақша жоқ, өйткені олар оның мәнін түсінбейді. Бұл адамдар лас ақша мен қатты валюта туралы айтады, бірақ шын мәнінде ақша лас та, қатты да емес, жұмсақ және таза. Олардан жақсы нәрселер шығады, және олар сіз таңдаған кез келген түспен тамаша үйлеседі. Менің имбире бір рет киімін өзгертуге тура келмеді, өйткені ол менің қалтамда алып жүретін нәрсеге сәйкес келмейтін нәрсе киген. Мен кейде біреудің шын жүректен үлкен ақша тапқысы келмейтінін айтатынын естимін. Діни қызметкерлер, мұғалімдер, әлеуметтік қызметкерлер және т.б. және басқа мәселелерде де өтірік айтуы мүмкін. Демек, жалақысы жоғары адам бұл кітаптың философиясын өз үшін өте қолайлы және сіңімді деп санайды. Сол сияқты адамдарға қызмет етуге бағытталған адам зигаризм философиясында оған қызмет ететін көптеген нәрселерді табады. Қолдау және сенімділік. Сондықтан қазіргі күйіңіз қандай болса да оқуды жалғастырыңыз. Достар, аудио пішімде тыңдағыңыз келетін басқа кітаптарды жазыңыз. Лайкіңіз бен түсініктемелеріңіз үшін рахмет.
Егер әлі жасамасаңыз, арнаға жазылуды ұмытпаңыз, сізге жақсылық тілейміз.